қалайсыздар? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз барлығымыз шартты киімдерін құрайық, қолымыздан құрайық бәріміз. Сабаққа, яғни көңіл-күйімізді көтеру үшін көршілерімізге, бір-бірімізге жақсы бір-бір тез-тез тілегімізді айтып шығайық бір-бірімізден. Бастайық. Бұндағы тәттілерді көріп тұрсыздар, иә? Бұл жай ғана тәтті емес, бұл жерде белгілі бір нәрсе жасырылған. Сол үшін қазір келіп өздеріңізге ұнаған тәттілер бір-бірден аласыздар. Кел, алыңыздар. Жылдам алыңыздар және оның артын қараңыздар. Менің алдымда түрлі түсті сіздер көріп тұрсыздар, балмұздақтар тұр, иә? Бұл балмұздақтардың артында сіздердің осы отырған оқушылардың есімдері жасырылған. Қазір мен бір балмұздақты таңдаймын, кімнің есімі түседі, сол оқушы үй тапсырмасына байланысты, алдыңғы тақырыпқа байланысты сабаққа жауап береді, иә? Сұрақтарға жауап береді. Бағдаулет, Қазақстанның ішкі ортасын атаңыз. Қазақстанның ішкі ортасы сосын ұлпа сұйықтығы, иә? Ағзаның ішкі ортасынан қан, лимфа, ұлпа сұйықтығы жатады. Жақсы, отыра қойып. Келесі. Бізде ербол бар ма сабақта? Гомеостаз дегеніміз не? Тез-тез айтамыз. Гомеостаз қоршаған ортаны өзін-өзі реттеуі. Өте жақсы, отыра қойып. Келесі. Бізде келесі сұраққа Ақмаржан. Қызметі қандай? Зат тасымалдау қызметін атқарады. Келесі сұраққа бізде Милана жауап береді. Ағзадағы қанның мөлшері. Жақсы, отыр. Садан сіздер не көріп тұрсыздар? Қанның жасушалар, иә? Демек, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз осы суретке байланысты. Бәріміз дәптерімізді ашайық, бүгінгі күнде жазайық және сабақтың тақырыбын жазайық. Не екенін білетін боласыздар, иә? Лента, иә? Осыған енді сіздер өздеріңіздің отырған атауларыңызға сәйкес 3 топта отырсыздар. Сол топқа сәйкес мына киноның ленталарын толтырып шығуларыңыз керек. Бұл жерде тромбоциттер қорғайды, одан кейін лейкоциттер және эритроциттер, олардың қызметі, олар қанның қандай жасушалары, қандай қызмет атқарады, олардың 1 мм кубтағы мөлшері қандай, олар қайда түседі, сол туралы және ол жетіспегенде қандай ауру пайда болады, сол туралы сіздер осы ленталарды толтыруларыңыз керек. Топпен бірге орындайсыздар. Адам қанының фотосуреті беріледі. Басқа кальций тұздары арқылы қан канарозы, фиброноген және тағы да басқалардан қатыса алады. Тромбоцит деген не? Тромбоциттер қанның ұйым үдерісіне қатысады. Жарайды, жақсы. Сіздердің қорқап тұрған тапсырмаларыңыз ол біздегі эритроциттер тобы. Эритроциттер тобын қорғайды. Эритроциттер қанның ең ірі жасушалары. Қандағы мөлшері 4,5-5 миллион. Олар қызыл түсті, екі жағынан иілген диск пішінді. Ядросы жоқ. Ағзада 120 тіршілік етеді. Оларда гемоглобин болады. Олар тепе көбіктің газын тасымалдайды. Мына сурет ненің суреті? Бұл эритроциттің суреті. Бұл сурет қырына қарағандағы суреті. Олар темірдің оттекпен қосылуы кезде қызыл түсіп келеді. Яғни топтасу. Құрамында темір бар препараттар мен өнімдер дәрумен пайдаланып, адам шамасында көп. Жақсы. Эритроциттер жетіспеген кезде, немесе шамадан тыс көбейіп кеткен кезде қандай аурулар пайда болады? Дұрыс, қан аурулары пайда болады. Өздеріңізді бағаласаңыздар, тілшесін бірге жоғарлату арқылы. Мына жерде сіздер білесіздер, жұмыртқа көрсетілген. Бірақ бұл жердегі жұмыртқалар 2 бөлікке бөлінген. Осы жұмыртқалардың біздер бір-бірімен дұрыс сәйкес жауабын табуымыз керек. Бұл тапсырмалардың барлығы бүгінгі өтілген тақырыптарға байланысты. Кім шығады? Келе ой, енді. Оқушыларға қолыңа алып көрсете ғой. Оқы. Қанның формаларының элементтері эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер. Өте жақсы. Дұрыс па балалар, плазманың топтары осылар ма? Дұрыс па? Қан ұйымайтын ауру гемофилия. Дұрыс. Дене массасының 68% қан құрайды.
Өте жақсы отырамыз. Бала бізге келесі тапсырма ол шындық жалған әдісі деп аталады. Қазір сіздерге сары және қызыл түсті мынандай екі белгіні таратып беремін. Бұл жерде егер тақтадағы оқылған сауалдар ешкім шуламаймыз, жай ғана осылай қолымызды көтереміз. Сол нәрсеге келісетін болса сары түсті, егер келіспейтін болса, онда қызыл түсті көрсетеміз. Яғни қарап сіздер ұстап отырыңыздар. Әрбір сауалда қанның сұйық бөлігі плазма деп аталады. Дұрыс па? Жақсы, өте жақсы. Үштік өздеріңізді бағалаңыздар. Екінші сұрақ. Плазмада тұрақты концентрацияда кальций, магний болады. Дұрыс па? Лейкоциттер тобы кішкене аздап қателесіп кетті, қалған екі топтың жауабы дұрыс. Келесі үшінші сұрақ. Қанның қорғаныш қызметі ағзаны зиянды заттардан және ауру туғызатын микроағзалардан қорғайды. Үш топ өте жақсы, өздеріңізге қосылып отырыңыздар. Келесі сұрақ. Плазманың 90% судан тұрады. Дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Үш топта. Балалар, бүгінгі сабағымызды аяқталуға жақын. Енді сіздер бүгінгі сабаққа қатыстыңыздар. Осы сабақ туралы өз ойларыңызды мына жерде 3 каспи терминал көрсетілген. Жасыл түсті таңдайтын болсақ, онда маған барлық бүгінгі сабақ түсінікті. Көкті таңдайтын болсақ, қоятын сабаққа байланысты қоятын сұрағым бар. Келесі қызыл түсті мен сабақты мүлде түсінбедім. Бұл жердегі осы терминалдарға салу үшін сіздер білесіздер, мына вольтты қолдана отырып, сіздер ана жерге апарып саласыздар. Және бұл жерде сіздер сабақ бойына топпен бағалау жүргіздік. Енді әрқайсыңыз жеке-жеке өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Төменгі жағында 1-ден 10-ға дейінгі сан көрсетілген, сол сан арқылы өздеріңізді бағалайсыздар. Келіп пікірімізді айтып, оны терминалға сала беруге болады. Өзіңді нешеге бағалады? 10-ға бағалапты, өте жақсы. Плазманың 90% судан тұратын білдім. Өте жақсы. Қанда адамда 6-8% болады. Жақсы, өте жақсы отырамын. Сабақ бүгін жақсы түсіндім. Бүгін сабақты қан топтарын түсіндім. Және сабақты жақсы түсіндім. Өзіңді нешеге бағалады? Жақсы. Жақсы. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Апайдың түсіндіргені де ұнады. Және де плазма қанның құрамында көп екенін түсіндім. Сабақты бүгін жақсы түсіндім. Адамның ағзасында 5% қан болатынын түсіндім. Жақсы. Өзің нешеге бағаладыңыз? Жақсы. Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болғаны көрініп тұр, себебі барлығымыз жасыл терминалды таңдаған екенсіздер. Енді үйге тапсырма осы қан құрамы және қанның қызметімен тағы да толықтырып, қосымша ақпараттар алып келеміз. Түсінікті ғой? Сау болыңыздар.